Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода біз қосындымен айырмаға мәтіндік есептер шығаратын боламыз. Яғни теңдеу құруға арналған есептер, адам жасына байланысты есептер, тағы да осы секілді есептерді шығаратын боламыз. 15 есеп шығарамыз. Бастапқы деңгей, орта деңгей және күрделі деңгейге байланысты есептер. Ендеше есептерді бастайық. Бірінші есеп: 2 сөреде 49 кітап бар. Егер жоғарғы сөреден 7 кітап алып тастаса, сонда 2 сөредегі кітаптар саны тең болады. Әр сөреде неше кітап? Бұл есепті шығару үшін бізге теңдеулер жүйесін құру қажет болады. Мысалы, біз x деп жоғарғы сөредегі кітаптар санын алайық, ал y деп төменгі сөредегі кітаптар санын алайық. Енді есебімізді x, y арқылы математикалық тілге аударуымыз қажет. Бірінші сөйлемді оқиық. 2 сөреде 49 кітап бар. Яғни x пен y-тің қосындысы 49-ға тең деген сөз бұл. Келесі сөйлем: егер жоғарғы сөреден 7 кітап алып тастаса, онда 2 сөреде кітаптар саны тең болады. Яғни біз жоғары сөредегі кітаптар санын x деп алдық. X-тан 7-ні азайтып тастасақ, онда 2 сөредегі кітаптар саны тең болады, яғни y пен тең болады деген сөз. Есептің берілуіне байланысты теңдеулер жүйесі әртүрлі болады. 3, 4, 5 теңдеулерден құралған теңдеулер жүйесі де болуы мүмкін. Енді осы теңдеулер жүйесін шығарайық. Біз теңдеулер жүйесін өткен сабақтарда жеке тақырып арнап шығарған болатынбыз. Егер сізге теңдеулер жүйесін шығару қиын болса, онда екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі деген видеоны қарап шығыңыз. Ендеше біз бірінші теңдеуді сол күйінде қалдырайық. X қосу y тең 49, ал екінші теңдеуден y-ті теңдіктің бірінші жағына өткізсек, x азайту y тең 7. Енді осы екі теңдеуді қоссақ, x қосу x қосу y қосу жақшаның ішінде минус y тең 49 қосу 7. Енді x пен x-ті қоссақ, бізде 2x, мына жерде y-тар жойылады, ал 49-ға 7-ні қоссақ 56. X тең 56 бөлінген 2, ол бізде болады 28. Енді біз x-ің мәнін таптық. Енді y-тің мәнін табуымыз қажет. Ол үшін мына тұрған екінші теңдеудегі x-ің орнына немесе бірінші теңдеудегі x-ің орнына қойып y-ті табамыз. Біз кез келген теңдеудегі x-тің орнына мәнін қойып есептесек те, y-тің мәні бірдей болады. Екінші теңдеуге қойсақ, 28 азайтылған y тең болады 7-ге, 28 азайту 7 тең болады y-ға, сонда 21 тең болады y-ға. Біз y-тің де мәнін таптық. Сонда бізде жауабы: бірінші сөреде 28 кітап, екінші сөреде 21 кітап бар екен. Бұл есеп түсінікті болса, енді екінші есеп: Амина, Әйгерім және Меруертте 25 кәмпит бар. Амина мен Әйгерімде кәмпиттер саны тең. Меруертте Әйгерімге қарағанда 4 кәмпитке көп. Әр қызда неше кәмпиттен бар? Енді біз бірінші әр қыздың атын жеке-жеке әріптермен белгілеп алайық. Мысалы, Амина x, Әйгерімді y деп, ал Меруертті z деп белгілейік. Енді біз осы есептің текстін математикалық тілге аударуымыз қажет. Бірінші сөйлем: Амина, Әйгерім және Меруертте 25 кәмпит бар. Яғни x қосу y қосу z тең 25. Амина мен Әйгерімде кәмпиттер саны тең. Яғни бізде x пен y тең. Келесі сөйлем: Меруертте Әйгерімге қарағанда 4 кәмпитке көп. Яғни z тең Әйгерімге қарағанда 4 кәмпитке көп. Ол бізде y қосу 4 болады. Яғни біз Әйгерімге 4 кәмпит берсек, Меруертпен тең де болады. Енді біз осы есепке арналған теңдеулер жүйесін құрып болдық. Енді осыны шығарып x, y, z-ті табуымыз қажет. Бұл теңдеулер жүйесін шығару үшін екінші теңдеудегі x-ті бірінші теңдеудің орнына қойсақ, және үшінші теңдеудегі z-ті бірінші теңдеудегі z-тің орнына қойсақ, бірінші теңдеуде тек y-тар болады. Сонда бізде y қосу y қосу z-тің орнына y қосу 4 тең болады 25-ге. Сонда бізде 3y қосу 4 тең 25. 4-ті теңдеудің екінші жағына өткізсек, 3y тең 25 азайту 4, 3y тең 21, y тең болады 7-ге. Бізде x пен y-тің мәні тең, сондықтан бізде x-та тең 7-ге. Енді біз z-тің мәнін табуымыз керек болса, z тең y қосу 4, 7-ге 4-ті қоссақ, z тең болады 11-ге. Есептің жауабы: сонда бізде Аминада 7 кәмпит, Әйгерімде 7 кәмпит, Меруертте 11 кәмпит бар екен. Енді бұл есеп түсінікті болса, келесі есеп: Айым, Бекжан және Ермекте барлығы 12 шар бар. Айымда Бекжанға қарағанда 1 шар аз, ал Бекжанда Ермекке қарағанда 1 шар аз. Әрбір балада неше шардан бар? Бірінші біз Айымды x деп, Бекжанды y деп, Ермекті z деп белгілеп алайық. Енді біз теңдеулер жүйесін құрайық. Бізде Айым, Бекжан және Ермекте барлығы 12 шар бар. Яғни x қосу y қосу z тең болады 12-ге. Айымда Бекжанға қарағанда 1 шарға аз, яғни x тең болады y азайту 1. Яғни біз Бекжаннан 1 шарды азайтып тастасақ, онда Айымның шарымен тең болады. Келесі бізде Бекжанда Ермекке қарағанда 1 шар аз, y тең z азайту 1. Енді осы теңдеулер жүйесін шығарайық. Бұл жерде бәрін y-ға жинақтау үшін бізде үшінші теңдеуден z-ті шығарып алайық. Z тең y қосу 1 болады. Енді осы z-ті бірінші теңдеудегі z-тің орнына, ал екінші теңдеудегі x-ті бірінші теңдеудің орнындағы x-ға қояйық. Сонда бізде y азайту 1 қосу y қосу y плюс 1 болады.
Бұнда бізде бірлердің таңбалары әртүрлі, сондықтан қысқарып кетеді. 3y тең болады 12-ге, y тең болады 4-ке. Y-дің мәнін таптық. Енді осы y азайту 1 деген жерге барып x тапсақ, x-іміз тең y азайту 1, x тең 4 азайту 1 тең болады 3-ге. Енді біз z-дің мәнін табуымыз керек бізде. Z тең y қосу 1, y-іміз бізде 4-ке тең, 4-ке 1-ді қоссақ, z тең болады 5-ке. Айымда 3 шар, бек жанда 4 шар, ермекте 5 шар екен. Енші бұл есептің туаса, келесі есеп Айнұр бағлан жинаған азаматта барлығы 18 шар бар. Айнұрда бағланға қарағанда 2 шарға аз, ал бағланда азаматқа қарағанда 5 шарға аз. Әр бағда неше шар бар? Бірінші біз осы азаматтарын x түрінде жазып алайық. Айнұрды x десек, бағланды y десек, азаматты z деп белгілейік. Айнұр бағлан жинаған азаматта барлығы 18 шар болды, яғни бізде x қосу y қосу z тең болады 18-ге. Айнұрда бағланға қарағанда 2 шарға аз. Айнұр бізде x тең болады y азайту 2. Ал бағланда азаматқа қарағанда 5 шарға аз. Сонда бізде y тең z азайту 5. Бұл жерде тура осылай, үшінші теңдеуден z-ті өрнектеп алсақ, y плюс 5 болады. Енді осыны орын-орнына қоямыз. Бірінші теңдеуге қоямыз. Сонда y азайту 2 қосу y плюс 5 болады. Тең 18-ге. Сонда бізде 3y, минус 2 плюс 5 бол бізде 3-ке тең. Сонда 18 азайту 3y тең болады 15-ге, y тең болады 5-ке. Енді біз y-дің мәнін таптық. Енді екінші теңдеудегі y-дің орнына қойып x табамыз. Сонда бізде x тең y азайту 2, x тең болады 5 азайту 2, сонда біздің x-іміз 3-ке тең. Енді z тапсақ, z тең y қосу 5, y-дің орнына 5 қойсақ, 5 қосу 5, z тең болады 10-ға. Есептің сұрағы әр бағда неше шар бар? Айнұрда x тең бізде 3 шар бар, бағланда 5 шар бар, азаматта 10 шар бар екен. Енді келесі есеп, сыныпта 26 оқушы бар және қыздар, ұлдардан 4-ке кем, сыныпта қанша ұл және қанша қыз бар? Біз ұлдарды x деп белгілесек, қыздарды y деп белгілейік. Бізде сыныпта 26 оқушы бар, сондықтан бізде x қосу y тең болады 26-ға. Келесі бізде қыздар ұлдардан 4-ке кем, яғни y тең x азайту 4. Енді осы жүйені шығаруымыз керек. Екінші қатардағы y-ті бірінші теңдеудегі y-дің орнына қойсақ, x қосу x азайту 4 тең болады 26-ға. x-ға x қоссақ 2x тең болады 26 қосу 4, сонда 2x тең болады 30-ға. x тең болады 15-ке. x-ті енді екінші теңдеудегі x-дің орнына қойсақ, y тең болады 15 азайту 4, y тең болады 11-ге. Сонда бізде есептің жауабы ұлдардың саны 15-ке тең, қыздардың саны 11-ге тең. Енді біз келесі есептер алдыңғы есептерге қарағанда сәл өзгешелеу есептерді шығаратын боламыз. Туристер 3 күнде 67 км өтуді жоспарлады. Бірінші күні олар 28 км жүрді, екінші күні оған қарағанда 9 км-ге аз жүрді, үшінші күні туристерге қанша километр жүру қалды. Бізге осылай бірінші күн, екінші күн, үшінші күн деп жазуға тиімді болады. Енді бізде бірінші күні 28 км жүрген екен, оны жазып қояйық. Екінші күні оған қарағанда 9 км-ге аз жүрді, яғни 28-ден 9 азайтамыз. Бізде 19, яғни екінші күні 19 км жол жүрген екен. Енді бізде үшінші күні туристерге қанша километр жол жүру қалды? Бізде барлығы 67 км еді. Осыдан біз 28 қосу 19 км-ді азайтамыз. Екі күнде бірінші және екінші күнде жүрген жолдарын. 67-тен азайтсақ 47-ні бізде қалады 20. Сонда бізде үшінші күні туристерге 20 км жол жүру қалған екен. Келесі бізде адам жасына байланысты есеп. Анасы баласынан 23 жасқа үлкен, ал әкесі анасынан 2 жасқа үлкен. Егер әкесі 34 жаста болса, онда баласы қаншада? Бұл есепті біз өткен есептер сияқты теңдеу құралы арқылы шығарсақ болады, немесе есептің соңынан басына қарай шығарсақ болады. Егер әкесі 34 жаста деп ары қарай 2 жас үлкен болса деп шығарсақ та болады. Біз бастапқы жолмен шығарып көрейік. Анасын А деп белгілеп, баласын В деп белгілеп, әкесін С деп белгілейік. Енді бізде анасы баласынан 23 жасқа үлкен. Бұл бізде А тең В қосылған 23. Келесі бізде әкесі анасынан 2 жасқа үлкен. Бұл бізде С тең А қосу 2. Егер әкесі 34 жаста болса, онда баласы қаншада? Яғни бізде уже С-ның тең 34 екенін айтылған. Осы арқылы біз А-ны тауып алайық. А тең болады С азайту 2. Онда бізде 34-тен 2-ні азайтсақ, анасы 32 жаста. Енді осы А-ның мәнін бірінші теңдеуге қойсақ, В тең болады 32 азайту 23, ол бізде тең 9. Сонда бізде анасы 32 жаста, баласы 9 жаста, әкесі 34 жаста. Бұл есеп түсінікті болса, енді келесі есеп. Тігін шеберханасында 900 метр мата болды. Бірінші айда 225 мата шығындалды, екінші айда 23 метр шығындалды. Екінші айдың соңындағы тігін шеберханасында неше метр мата қалды? Бірінші есептің шарын жазып алайық. Бізде барлығы 900 метр мата. Бірінші айда бізде 225 мата шығындалған. Ал екінші айда 23 метрге көбірек шығындалған, яғни бізде 225-ге қосамыз 23-ті, сонда бізде 248 мата шығындалған екен екінші айда. Енді бізде табу керек, екінші айдың соңында тігін шеберханасында неше метр мата қалды? Бізде барлығы 900 метр болды, және бірінші айда 225 метр, екінші айда 248 мата шығындалған екен. Енді осы екі айдыкін қосып 900-ден азайтамыз.
900 азайту 473 тең болады 427. Сонда бізде екінші айдың соңында 427 мата қалған екен. Енді келесі есеп, бірінші бригада бір ауысымда 52 құрал жасады. Екінші бригада бірінші күнге қарағанда 8 құралға аз жасады, ал үшінші бригада екінші күнге қарағанда 12 құрал көбірек жасады. Үш бригада бір ауысымда неше құрал жасады? Енді біз бірінші есептің шартын жазбайық. Бірінші бригада, екінші бригада және үшінші бригада. Енді олардың әрқайсының қанша құрал жасағанын табамыз. Бірінші бригада бізде есептің шарты бойынша 52 құрал жасаған, екінші бригада одан 8 құрал аз жасаған, онда біз 52-ден азайтамыз 8-е. 52-ден 8 айтсақ, ол бізде 44. Енді бізге үшінші бригада екіншіге қарағанда 12 құрал көбірек жасаған, яғни 44-ке қосамыз 12-ні, тең болады 56. Есептің сұрағы бойынша 3 бригада бір ауысымда неше құрал жасаған екен? Енді осының барлығын қосамыз. 52 қосу 44 қосу 56 тең болады 152. Есептің жауабы 3 бригада бір ауысымда 152 құрал жасаған екен. Енді келесі есеп, бейбарыс 3 метр 12 сантиметр ұзындыққа секірді. Бұл Аянның нәтижесіне қарағанда 9 сантиметрге ұзын, бірақ Элдардың нәтижесіне қарағанда 13 сантиметрге аз. Аян қандай ұзындыққа секірді? Элдар ше. Бірінші есептің берілген жазбайық. Бізде бейбарыс 3 метр 12 сантиметр, келесі бізде Аян, одан кейін бізде Элдар. Бұл есепті байқағандарындай өлшем бірліктері әртүрлі болып тұр, метр, сантиметр. Бұны бізге дұрыс шатаспай шығару үшін барлығын бірінші сантиметрге айналдырып алайық. 3 метр 12 сантиметр дегеніміз 3 метрді 300 сантиметр бар, оған 12 сантиметрді қоссақ 312 сантиметр бар. Бұл Аянның нәтижесіне қарағанда 9 сантиметрге ұзын, яғни бізде Аян 312-ден 9 сантиметрге аз секірген. 312-ден 9 азайтсақ бізде 303, бірақ Элдардың нәтижесінен 13 сантиметрге аз. Онда біз 312-ге қосамыз 13-ті, сонда бізде болады 325. Есептің жауабы бейбарыс 3 метр 12 сантиметр секірген, Аян 3 метр 3 сантиметр секірген, Элдар 3 метр 25 сантиметр секірген. Келесі бізде алдыңғы есептен қарағанда сәл күрделі есептер. Үш ағайынды Шыңғыс, Абылайхан және Мағжан 26 балық аулады. Шыңғыс Абылайдан 4 балыққа көп, ал Мағжан Абылайдан 1 балыққа көп аулады. Әр бала қанша балықтан аулады? Бастапқы есеп сияқты әр адамның атын әріптермен белгілеп алайық. Шыңғысты А деп, Абылайды В деп, Мағжанды С деп белгілесек, үшеуі бірге 29 балық аулаған, сонда бізде А қосу В қосу С тең болады 29-ға. Шыңғыс Абылайдан қарағанда 4 балыққа көп аулаған, сонда бізде А тең В қосу 4, Мағжан Абылайдан 1 балыққа көп аулаған. Сонда бізде С тең В қосу 1 болады. Соңғы екі теңдеуді бірінші теңдеуге қойсақ, В қосу 4 қосу В қосу 1 тең болады 29-ға. 3В тең болады 29, азайту 1 азайту 4. 3В тең болады 24-ге, В тең болады 8-ге. Енді осы В-ны екінші теңдеуге қойып А-ны тапсақ, А тең болады 12-ге. Енді осы В-ны үшінші теңдеуге қойып С-ны тапсақ, С тең болады 9-ға. Сонымен есептің жауабы Шыңғыста 12 балық, Абылайда 8 балық, Мағжанда 9 балық аулаған екен. Енді бізде келесі есеп, Айдос, Сағат, Диана және Дильназ бір үйдің балалары. Айдос пен Сағат екеуінің жастарының қосындысы 11 жас, Диана мен Дильназдың жастарының қосындысы 15 жас. Сағат Дианадан 1 жасқа үлкен, ал оларға бірге 13 жыл. Олардың әрбірі неше жаста? Енді біз әр есімді әріптермен белгілеп алсақ, Айдосты А деп, Сағатты В деп, Диананы С деп, Дильназды Д деп. Енді есептің берілгені бойынша теңдеу құрайық. Бізде Айдос пен Сағат екеуінің жастарының қосындысы 11 жас, яғни А қосу В тең 11. Диана және Дильназдың жастарының қосындысы 15 жас, сонда бізде С қосу Д тең 15-ге. Сағат Дианадан 1 жасқа үлкен, сонда бізде В тең С қосу 1. Және оларға бірге 13 жыл, сонда В қосу С тең болады 13-ге. Енді біз соңғы екі теңдеуден С-ны тауып алайық. Яғни үшінші теңдеудегі В-ны төртінші теңдеудегі В-ның орнына қойсақ, С қосу 1 қосу С тең болады 13-ге. 2 С тең 13 азайту 1 ол бізде 12, сонда С тең 6-ға. Енді осыны үшінші теңдеуге қойып В-ны тауып алсақ, В тең С қосу 1, яғни 6 қосу 1 ол бізде 7-ге тең. Енді осы В-ны бірінші теңдеуге қойып А-ны тапсақ, А тең 11 азайту В, 11-ден 7-ні азайтсақ, ол бізде 4-ке тең. Енді Д-ны табуымыз керек. Д тең болады 15 азайту С, сонда бізде Д тең 15 азайтылың 6, Д тең болады 9-ға. Сонымен біз есептің жауабы Айдос 4 жаста, Сағат 7 жаста, Диана 6 жаста, Дильназ 9 жаста. Енді келесі есеп, Айдос пен Сағат екеуі ағайынды, екеуіне бірге 13 жыл, Диана, Дильназ олардың әпкелері, оларға бірге 17 жыл, Сағат Дианадан 1 жасқа үлкен, ал оларға бірге 15 жыл, балалардың әрқайсысы қанша жаста? Бірінші адам аттарын әріптермен белгілеп алсақ, Айдос бізде А деп, Сағатты В деп, Диананы Д деп, Дильназды З деп белгілейік. Енді есептің шарты бойынша Айдос пен Сағат екеуіне 13 жыл, яғни А қосу В тең болады 13-ге.
Диана мен Дильназға бізде екеуіне бірге 17 жыл, яғни д қосу з тең болады 17-ге. Сағат Дианадан 1 жасқа үлкен, онда бізде в тең д қосу 1. Ал оларға бірге 15 жыл, яғни в қосу д тең болады 15-ге. 3-ші теңдеудегі в-ны 4-ші теңдеудегі в-ның орнына қойсақ, д қосу 1 қосу д тең болады 15-ге, сонда бізде 2д тең болады 14-ге, д тең болады 7-ге. Енді осы д-ны 3-ші теңдеуге қойып, в-ны тауып алайық, яғни в тең д қосу 1, яғни в тең болады 8-ге. Енді осы в-ны 1-ші теңдеуге қойып а-ны тапсақ, а тең болады 13 азайту в, сонда біз 13-тен 8 азайтсақ, бізде а тең болады 5-ге. Енді біз z тапсақ, z тең 17 азайту д, сонда бізде z тең 17 азайту 7, ол тең болады 10-ға. Сонымен есептің жауабы Айдостың жасы 5-те, Сағаттың жасы 8-де, Диананың жасы 7-де, Дильназдің жасы 10-да. Сонымен адам жасына байланысты келесі есебіміз Бағланның егіз інілері бар, Аян және Саян. Аян және Саян одан 5 жас кіші, барлық балалардың жасын қосса 17 шығады. Аянның жасы қаншада, Саянның жасы қаншада, Бағланның жасы қаншада. Аянды а деп, Саянды в деп, Бағланды с деп белгілесек, үшеуінің жастарын қосынса 17, яғни а қосу в қосу с тең 17-ге. Аян мен Саян егіз, яғни а тең в-ға. Бағлан одан 5 жас үлкен, сонда а тең с азайту 5, ал в тең с азайту 5. Енді осы соңғы екі теңдеуді бірінші теңдеудің орнына қойсақ, с азайту 5 қосу с азайту 5 қосу с тең 17-ге. 3 с тең болады 17 қосу 5, 3 с тең болады 27-ге, с тең болады 9-ға. Енді осы с-ны үшінші теңдеуге апарып қойсақ, а тең 9 азайту 5 тең болады 4-ге. А мен в тең болғандықтан в тең болады 4-ге. Сонымен есептің жауабы Бағлан 9 жаста, Аян 4 жаста, Саян 4 жаста. Ендеше келесі есеп Айгерім, Жанат, Абай және Ғалымбек балық аулады. Олар бәрі бірге 88 балық аулады. Айгерім Жанатқа қарағанда 5 балық көп, Жанат Абайдан 6 балыққа көп, ал Абай Ғалымбектен 9 балыққа көп аулады. Әр бала неше балық аулады? Әр баланың аттарын әріптермен белгілеп алсақ, Айгерімді а деп, Жанатты в деп, Абайды с деп, Ғалымбекті д деп белгілесек. Енді есептің шартына байланысты теңдеу қарайық. Бізде барлығы 88 балық аулады, сонда бізде а қосу в қосу с қосу д тең болады 88-ге. Келесі Айгерім Жанатқа қарағанда 5 балық көп аулады, онда бізде а тең в қосу 5. Жанат Абайдан 6 балыққа көп, онда бізде в тең с қосу 6. Ал Абай Ғалымбектен 9 балыққа көп, онда бізде с тең д қосу 9. Енді бұл теңдеуді шешу үшін қазір біз а в с-ны бірінші теңдеуге қойсақ, есеп күрделеніп кетеді, сондықтан теңдеулерді сәл түрлендіріп алайық. Бірінші, үшінші теңдеуден с-ны өрнектеп алсақ, онда бізде в азайту 6 болады. Енді төртінші теңдеуден д-ны өрнектеп алайық, сонда бізде с азайту 9 болады. Енді үшінші теңдеуден қорытылған с-ны төртінші теңдеудің орнына қойсақ, д тең в азайту 6 азайту 9, сонда д тең в азайту 15. Енді осы д-ны бірінші теңдеуге қойып, жаңа шығарып алған с-мызды бірінші теңдеуге қойып, екінші теңдеудегі а-ны бірінші теңдеуге қойып, есебімізді өрнектейік. Сонда бізде в қосу 5 қосу в азайту 6 қосу в азайту 15 тең болады 88-ге. В-лардың барлығын қоссақ 4в тең 88 азайту 5 қосу 6 қосу 15, сонда бізде 4в тең болады 104-ге, в тең болады 26-ға. Енді осы в-ны екінші теңдеуге қойып, а-ны табайық. А тең в қосу 5, сонда 26-ға 5-ті қоссақ 31-ге. Енді д-ның мәнін тапсақ, д тең в азайту 15, сонда бізде 26 азайту 15 тең болады 11-ге. Енді с-ның мәнін тапсақ, с тең в азайту 6, сонда бізде с тең 20 азайту 6 тең болады 20-ға. Әр бала неше балықтан аулады? Айгерім 31 балық, Жанат 26 балық, Абай 20 балық, Ғалымбек 11 балық аулаған екен. Достар, осымен біз бүгінгі есептерімізді толық талдап бітірдік. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Қазір бізде 412 подписчик, тезірек 1000-ға жеткізсек екен. Сондықтан осы видеоны сыныптастарыңызбен, достарыңызбен таратсаңыздар, каналдың өсуіне көмектессеңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.